Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін мен Әйгерім балалық шақтың балдамы бафлидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер де сізде бафлидің арнайы аппараты болса, менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше керекті заттар ең алдыменен ұнымыз, ерітілген сары май, сүтіміз, қантымыз және де 2 жұмыртқамыз қажет болатын болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, салып алатын боламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Енді үстінен сұйық майды құйып, тағы да араластырамыз. Сливочный сары майлар бола береді. Енді оның үстінен 3 қасық ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай кішкене қою болады. Сол кезде үстінен сүтімізді құйып араластырып аламыз. Кішкене сұйықтыққа енгенше. Міне осындай болды. Енді аппаратымызды қыздырып алып, май жағып аламыз. Одан кейін барып, үстінен осылай 1 қасық салып, пісіріп алатын боламыз. Қолдың көмегімен басуға болмайды, өйткені аппаратымыз кішкене ыстықтау болады. Булар шыққаннан кейін мен осылай вилканың көмегімен үстінен басып тұрдым. Екі бетін аударып отырып пісіріп аламыз. Барынша үстін басып. Достар, мен бұл рецептің толық рецепті описаниеда жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көріп көрсеңіздер болады. Мен 2 түрінен жасадым. Дастарханға қойғанға, балаларға бергенге, жегенге өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.